Hoş geldinizler bilim aluşlar. Nömірі 70-ші жалпы білім беретін орта мектептің информатика пәнінің мұғалімі Қалдыбаева Ақмарал Боранбаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпараттың цифрлық тасымалдаушылары. Бүгінгі сабағымызда үйренетініміз ақпараттың цифрлық тасымалдаушылары, цифрлық тасымалдау құрылғыларын сипаттау. Біз ақпарат деген ұғыммен бұрыннан таныспыз. Ақпарат дегеніміз сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған ортада болып жатқан мәліметтер мен өзгерістер. Қоршаған орта ақпарат көзі. Біз ақпаратты қалай қабылдаймыз? Біз ақпаратты көру, есту, иіскеу, дәм сезу, сипап сезу арқылы қабылдаймыз. Ақпаратты алуға адамның сезім мүшелері қатысады. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Адам ақпаратты пайдалана отырып, белгілі бір мәселелерді шешеді. Жаңа ұғымдар мен ақпараттар алады. Қажет болса ақпаратты өңдейді. Мысалы, сен компьютерде мәтін жазсаң, оны өңдейсің, қағазға басып шығарасың, пошта арқылы досыңа жөнелтесің. Демек, біз ақпаратты есімізде сақтап қана қоймай, өңдеп тарата аламыз. Бұл ақпараттық үдерістер деп аталады. Ақпарат деген сөз адамға нені білдіреді? Ақпарат латын сөзінен аударғанда түсіндіру, баяндау, мәлімет деген ұғымдарды білдіреді. Біз ақпаратты қайдан аламыз? Біз ақпаратты күнделікті өзіміз өмір сүріп жатқан ортадан, газеттен, журналдардан, теледидардан аламыз. Адам ақпаратпен не істей алады? Жаңа айтып өткенімдей, адам ақпаратты сақтай алады, өңдейді және жеткізе алады. Ежелгі адамдар өз ұрпақтарына маңызды ақпаратты жеткізу үшін қалай жазу керектігін ойластыра бастады. Ең алғашында мәліметтерін топыраққа жаза бастады. Кейін адамдар ақпаратты тасқа қашап жазып сақтайтын болды. Құм, топырақ, тас бұлар ақпарат тасымалдаушылардың алғашқылары. Кез келген із не белгі қалдыруға жарайтын нысан ақпарат тасымалдаушы бола алады. Ең алғашында адамдар ақпаратты тасқа